Да, қалайсыңдар? Бүгінгі видео телефонмен шығады, потому что бүгін негізі целый день фотоаппаратқа түсіргенмін. Флешка алдым, барлығын түсірдім, флешка қалай алғанын барлығын түсіріп қойдым. Бірақ енді босап, енді үйге келіп жатырмын. Монтажға ештеңеге үлгермей қалам. Сол үшін негізгі бүгінгі алған инсайтты айтқым келіп отыр. Негізі басқа бір инсайт болған негізі күндіз. Енді жаңа жатқан кезде басқа бір инсайт келді. Соны айтайын, потому что ол неге мен телефонға түсіргенімнің бір себебі де болып табылады. Потом мынандай да, бетке ойынша салқын то. Бұл челлендж неге жасалды? Тағы бір айтып жіберейін. Шаршаған жарсыңдар да? Шаршамаңдар. Бұл челлендж неге жасалды? Когда адам, ол удача деген нәрсе ғой. Егер сен вообще удача деген нәрсе көп рет іс-әрекет адам қимылдап жүрген кезде, іс-әрекет жасап жүрген кезде, наған барады, бірдеңе істеп жүрген кезде адамның удачасы арта береді. Ол удачный человек бола береді. Удачный человек ол көп іс-әрекет, көп попытка жасайтын адам. Когда сен өзің удачаны арттыру үшін, сен көп іс-әрекет жасау керексің, көп пайдалы іс-әрекеттер жасау керексің. Сен попыткалардың санын арттырсаң, сенің удачный болуың да арта береді. Түсіндіңіз ба? Бұл челленджге қандай қатысы бар? Мен челлендж бастап жатқан челлендждің не үшін негізгі идеясы мені всегда в движении ұстап тұру, в тонусе ұстап тұру. Андай всегда бір нәрсе жасауға, күнде бір тапсырма бар жасайтын. Сол нәрсеге сондай ритмға келтіру. И сондай ритмда жүрген адам, сондай әйтеуір бірдеңе істеп жүрген адам в любом случае бір жерде тез шығады. Неге? Потому что всегда қимылдап. Ал қимылдап жүрген адамға Алла береді да. И мен бүгін фотоаппарат түсіріп, не қиналып бүйтіп түсіріп, бүйтіп фотоаппаратпен үйреніп жүрмін ғой түсіріп. Қараңғыда дұрыс түсірмейді екен, байқағаншасыздар да, бірақ күндіз мощный түсіреді. Үшін былай түсірем, бүйтем, ауыр үшін, нетем, үшін сөйтіп жүріп. Бүгін салғым келді, бүгін кешеде әдемі видео жасағым келді. Но шаруа көп болып кетті да. Проекттар келе бастады. Бұл Алланың маған берген берекесі. Түсіндіңіздер ме? Негізгі челлендждің мақсаты орындалып тұр. Негізгі идея видео салу өйтпес, всегда движение жүру. Всегда движение жүрсең, саған алдына мүмкіндіктер шыға береді. Сені әртүрлі ағаларың, может, достарың, басқа компаниялар әртүрлі саған бір проекттер ұсынып бастайды. Потому что сен бірдеңе істеп жүрсің. Саған ты достоин этого просто, да? Саған Алла бере береді мүмкіндіктер. Главное, сен жатып қалмау керексің, да? И мақсаты челлендждің сол нәрсе орындап тұр да. Менің әдемі видео түсіруім, нетуім ол нәрсе емес. Негізгі мақсаты орындалып тұр да. И сол мақсатты қазір мен орындап жатырмын. Всегда жұмыс көп болса да, біз сағат 11-ден 11:30-ға шейін ненің бір айда жасаған отчеттың фильм планын жазатқанбыз негізі. Я айттым, мен шығып келейін, үлгермей қалам деп. Сосын шығып кеттім. Главный нәрсесі, мені іс-әрекетке келіп жатыр. Главный идея күшті видео салу емес. Главный осы іс-әрекеттер арқылы маған береке келді, несібе келді. Түсіндіңіздер ме? Сол үшін всегда өздерінің андай сәтті деген енді удачный деп дұрыс келеді енді. Удачный адам қылу үшін сендер көп іс-әрекет, көп попыткалардың санын арттыру керексіңдер. Сол үшін челленджді қабылдандырып, сол үшін айтам. Челлендждің, мен айтам ғой, негізгі челлендж идеясы осы, негізгі челлендж идея осы деп. Просто мен процессе түсініп жатырмын да, оказывается, не үшін екенін. Түсіндіңіздер ме? Негізі просто ол бірінші шаг болды, челленджді бастау. Сол кезде көреміз не болатынын. И мен во время байқап жатырмын да, челлендждің не нәрсе беретінін. Сол үшін всегда бөлісіп келеді, что челлендждің құндылығы өте жоғары. Сынақтың, адамға қойған сынақтың, адам всегда өзіне бір андай, мен осыны жасаймын, осындай уақыт бойы регулярно жасаймын деген адамға Алла береді да. Сол үшін челленджді қабылдандар. Ешінші күн қадалып қалдым ба, қадалмадым ба, баста қайтып жасай бер. Сол кезде саған береді. Мен группада Iron Man деген телеграм айтып отыр ғой. Я, брат, мен челлендж бастағанмын, маған проектіге келіп жатыр, қол босамай кетті, сол үшін қадалып қалдым деді. Көрсетсе, сол кезде де сен де қадалмау керексің, проектіге келіп жатқан кезде де сен уақыт таптың ғой. Саған сол челлендж, саған сол проекттер әкеліп жатқан. И сен наоборот жасай беру керексің челленджді. Ана проектке кетіп қалмай, проект бір рет келеді, ертең кетіп қалады. Сол үшін челлендж кетпейді дейді.
потому что челлендж саған основной энергия несібен беріп тұрған нәрсе. Сол үшін челлендж қабылдаңдар, өзіңе сынаңдар, қимылдандар, жатпаңдар, іс-әрекет жасай беріңдер. Іс-әрекет жасай берген сайын, попытка жасаған сайын сендер өзіңнің удачный адам болуға тырысасыңдар. Удачный адам просто так удачный адам жоқ. Удачный адам, который көп пытался, көп тырысты, көп іс-әрекеттер жасады, көп попытка істеді. Сондай адам болыңдар. Бүгінгі күн аяқталуына шамалы қалды. Менде даже мен аудиокнига тыңдамадым. Прогулка жасадым, но примерно 10 минут жасадым, 5 минут жасау керек бар. Соның барлығын қазір жасаймын, ал бүгінгі күн сендерге де пайдалы болды деп ойлаймын. Каждый күн 1%-ке хотя бы сендерге пайдалы болу керек. Давай топите, челленджді бастаңдар. Давайте, мен сендермен біргемін. Давайте.